Ассалаумалейкум, құрметті достар. Көпшіліктің сұрауымен Алиэкспресте спорды қалай ашатынымызды, ақшамызды қалай қайтаратынымыз туралы жазайын деп отырмын. Ол үшін Алиэкспреске кіреміз. Сосын жерде мой профиль дейтін бар, соған кіреміз. Ожидается отзыв дегеннің ішінде тұрады. Жаңағыдай мысалға товардың уақыты бітіп қалып келмей қалса, товарға кіреміз, уақыты бітіп қалса, ішінде кіргенде открыть спор дейтін бар. Спорға кіргенде только возврат средств дегенде басамыз. Сосын алға қарай next. Вы получил посылку. Нет дейміз. Причина спора. Проблема с доставкой товара. Нет отслежено. Міне осыны басамыз. Сосын сумма возврата дейтін полный возврат жазамыз. 474 менікі. Сосын укажите подробности. Орысша жазамыз. Товар не пришел деп жазып қойдым. Сосын окейді басамыз. Мысалға товарыңыз келіп, сынып или жасамай келсе, онда вы получил посылку, да дейміз. Причина спора. Товар поврежден, мысалға. Товар, проблема с товаром. Басамыз. Сосын полный возврат средств. Сосын мен жерге не болып келді, мысалға. Товар сынып келді. Сөйтіп орысша жазасыздар. Сосын фотосын саласыздар. Жан жақтан фотоға түсіріп, жасамайтын доказать ету үшін фотосын саласыздар да. Мына жерде мысалға фотоға түсіреміз. Мына камераға кіреміз. Фотоға түсіріп салғаннан кейін окейді басасыздар. Менікі мысалға товарым келген жоқ. Вы получил посылку. Нет. Причина спора. Проблема с доставкой товара. Нет отслеживания. Полный возврат. Напишите. Товар не пришел деп қоям. Окейді басамыз. Готово дейді. Ведется спор дейді. Үстінен бассаңыз, подробности шығады. 4 күннің ішінде сатушы келісу керек. Ақшаңыз сосын возврат жасалады. Немен төледіңіз, карточкамен төлесеңіз, карточкаңызға кері ақшаңыз қайтарылады. Болды, рахмет, күтеміз осыны. Сау болыңыздар.